ұлы дала, шексіз кеңістік, еркіндік рухы, мың жылдық тарих және қазақ халқының жүріп өткен ұлы жолы. Бұл Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясы. Алмас қылыш 15 ғасыр. Керей мен Жәнібек хандардың бастауы, қазақ хандығының тарихы, халықтың бірлігі мен жер үшін күресі. Бірақ тәуелсіздік оңайлықпен келмеді. Жаулар сырттан шапты, ал іштен алауыздық жайлайды. Елдің тағдыры хандар мен батырлардың қолында еді. Жанталас 18 ғасыр. Жоңғар шапқыншылығы қазақ халқының тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі. Ақтабан шұбырынды жылдары халық көз жасына толы далада болып өмір сүрді. Бірақ қазақты біріктірген Абылай ханның көрегендігі мен батырлардың ерлігі. Жеңіліс пен жеңістер, жанталас пен күрес, бұл қазақтың тірі қалу үшін күрес еді. Қаһар 19 ғасыр. Қазақ даласында енді Ресей патшалығы жаулай бастады. Бостандық үшін күрестің соңғы көшбасшысы Кенесары хан. Оның ерлігі мен жанқиярлығы тарихта мәңгі қалды. Ел үшін жанын қиған сарбаздар, бұл еркіндік үшін соңғы қасық қанға дейін күрес. Бабалардың ерлігі мен болашаққа қалдырған аманаты. Көшпенділер бұл тек тарих емес, бұл қазақтың жаны. Тәуелсіздік жолындағы күрес ешқашан ұмытылмайды. Көшпенділер, өткеніңді біл, болашағыңды таны.